Үстіміздегі жылдың 5 ақпаны күні Шағалалы ауылында өрт шықты. Сағат 17-ден 14 минут өткенде. Нөмірі 15 мектептің төбесі өртенді. 250 шаршы метр жерді өрт шалды. Абырой болғанда өрттен ешкім зардап шеккен жоқ. Ол уақытта мектепте бала болмаған. Сағат 20:30-да өрт сөндірілді. Оған 31 адам, 7 өрт сөндіру көліктері қатынасты. Мектепті қалпына келтіру жұмыстары аяқталғанша балалар басқа мектепте оқуларын жалғастырып тұрды. Оқушылардың басқа мектепке апарып әкелуі ұйымдастырылды. Жөндеу жұмысы қарқынды жүріп, тез аяқталды. Сонымен арада 2 ай өтті. Ал өрттің шығу себебі жақында ғана белгілі болды. Бұл туралы біздің тілшіміз Мақпал Айбабина сөз алады. Мақпал, мамандар қандай қорытынды шығарды? Өрттің шығу себебі не екен? Ердәулет, өрттің себеп алуы өрт қауіпсіздік ережесінің сақталмауынан болып отыр. Бұл фактіні астаналық комиссия анықтады. Ол жайында мен келесі бейнематериалда толығырақ баяндайтын боламын. Мектеп ғимараты өртке шалынған кезде күн сенбі түстен кейінгі уақыт болатын. Сабақ аяқталып, балалар үйлеріне тараған кез. Абырой болғанда зардап шеккен жан жоқ. Бірақ мектеп шатыры күлге айналып, сынып бөлмелері бүлінді. Тілсіз жау 250 шаршы метр жерді өртке ораған. Ауа температурасы солтүстік өңір үшін үйреншікті қалыпты саналатын уақытта өрттің аяқ астына неден орын алуы мүмкін деген заңды сұрақ туындайды. Котельниямыз мектептің ішінде болғандықтан трубадан кеттіріп өзіміз ойлаймыз. Мектеп ғимараты 1971 жылы салынған, 90 жылдарға дейін орталықтандырылған жылу жүйесі арқылы жылытылды. Соңғы 10 жылдықта мектеп жеке жылу қазандығын пайдаланып отыр. Согласно заключению эксперта, Сараптама қорытындысы бойынша пештің мұржасы қызып, төбесіндегі ағашқа тиген, содан өрт шыққан. Заңға сәйкес енді мектеп басшысы жауапкершілікке тартылатын болады, яғни оған айыппұл салынады. Жарамсыз болған мектеп іші мен шатыры бір аптаның ішінде қалпына келтірілді. Төтенше жағдайдың зардабын жоюды жауапкершілігі шектеулі Темір 2001 серіктестігі өз мойнына алды. Шатырын түгел полностью 100% істеп бердік. Ішіндегі ремонттарына дейін жасап бердік. Жұмысшылармен сөйлестік, жағдайды түсіндіріп айттық. Енді ол бәрімізде балалар бар ғой, олар түсінді. Содан кейін кешкі сағат 9-10-ға дейін продленный сменмен жұмыс істедік. Мердігер компания басшысының айтуынша жөндеу жұмыстарына миллиондаған теңге қаржы кетті. Осы оқиғадан кейін өртке қарсы күрес қызметінің мамандары облыстың барлық мектептері мен тәрбие орталықтарына тексеріс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нәтижесінде көпшілік білім ошақтарында, мектепке дейінгі мекемелерде автоматтандырылған өрт құрылғысы, өрт сөндіру құралы жоқ болып шықты. Облыс бойынша 10 мектеп электр, 76-сы орталықтандырылған жүйе жүйесіне қосылған. 549 білім ошағы пешпен жылытылып отыр екен. Өртке қарсы күрес мамандарының жүргізіп жатқан тексеріс жұмыстары әлі де жалғасуда. Мақпал Айбабина, Марат Ахметжанов, Василий Вережников, Апта.